Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 3-ші сынып 42-ші сабақты өтеміз, үлес және бөлшек туралы. Бүгінгі сабақта бөлшек не екенін және оны салыстыруды үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма күнтізбе бірдей қанша бөлікке бөлінген, қандай бөлік бір айды құрайды деп тұр. Яғни бұл жерде бізде күнтізбе 1, 2, 3, 4, 5, 6, яғни 6, 12, 12 бөлікке бөлінген. Бір жылда 12 ай бар. Сондықтан бұл жерде 12 бөлікке бөлінген. Яғни санап шығатын болсақ, 3, 4, 5, 6, дәл осындай астында да 6 бар. 7, 8, 9, 10, 11, 12 бөлікке бөлінген. Осыдан бізде қай бөлікте бір айды құрайды деп тұр. Әр қайсы бөлікте бізде бір айды құрап тұр, сондықтан кез келген бір ай бір айды құрайды. Сондықтан 12-ден 1 болады. Енді көктем айлары бір жылдың қанша бөлігін құрайды, ол математикада былай жазылады. Көктем айлары олар бізде 3 ай бар көктем айында, яғни наурыз, сәуір және мамыр айлары, яғни 3-еуі бар. Сондықтан осы 12 айдың 12 бөлік деп айттық, сол 12 бөліктің мына жерде 3 бөлігін құрайды екен көктем айлары. Сондықтан 12-ден 3 деп жазамыз. Бұл жазу бөлшек деп аталады. Яғни 12 бөліктің 3-еуін айтып тұр. Яғни оны 12-ден 3 деп жазамыз. Оны біз бөлшек деп атаймыз. Сызықтың астында жазылған сан бөлімі деп аталады. Ол қанша бөлікке бөлінгенін көрсетеді. Яғни 12 бөлікке бөлінді, оны айтамыз, және алымы деп айтылады үстінде жазылған сан. Ол қанша осындай бөлік алынғанын көрсетеді. Яғни 3 бөлікті алып тұрмыз, сондықтан алымы 3-ті құрайды деп тұр. Енді нұсқасындағы тапсырмаға қараймыз. Бір күн аптаның қанша бөлігін құрайды? Яғни бір күн аптаның қанша бөлігін құрайды? Мына жазу нені білдіреді? 7-ден 1. Яғни аптаның бір күні, бізде бір аптада 7 күн бар. Осы 7 күннің деп тұр. Бір күнін құрайды екен, 7-ден 1 болады. Аптаның жұмыс күндері мен демалыс күндерін көрсететін бөлшекті жаз деп тұр. Яғни бұл жерде бізде жұмыс күндері, олар жұмыс күндері дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, яғни 5 күнді құрайды екен. Демек 7 бөліктің, яғни осы 7 бөліктің 5 бөлігін құрайтын болса, ол бізде 7-ден 5 болады. Яғни жұмыс күндері. Енді демалыс күндері олар бізде сенбі және жексенбі күндері, яғни 2 бөлігін құрайды, 7 күннің. Сондықтан 7-ден 2 деп жазамыз. Бұл бізде демалыс күндері. Енді келесі тапсырма, фигураның боялған бөліктерін бөлшек түрінде жазып, оларды салыстыр. Нұсқасында бірінші бізде қанша бөлік бөлінген, соны есептеп алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, бөліміне 6 жазамыз. Өйткені 6 бөлік бөлінген бізде. Және оның бір бөлігі боялмаған. Боялғандар бізде 5 болып тұр. Сонда 6-дан 5 болады. Бізде айтып тұр, боялған бөліктерін бөлшек түрінде жаз деп тұр, Сондықтан 5 бөлігі боялған, 6 бөліктің 5 бөлігі боялған, 6-дан 5 болады. Келесі 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бөлікке боялған, оның 4 бөлікке бөлінген 6, оның 4 боялған, сонда 6-дан 4 болады. Енді екеуін салыстыратын болсақ, бізде алымы қайсысы үлкен, сол жағы үлкен болады. Яғни 6-дан 5, 6-дан 4-тен үлкен болады. Енді келесі нұсқасында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бөлікке бөлінген, оның 1, 2, 3, 4, 5 бөлігі боялған, сонда 9-дан 5 болады. Келесі 1, 2, 3, яғни 9 бөлікке бөлінген, бұл да бізде. Сонда оның 2 бөлігі боялған, 9-дан 2, демек үлкені 9-дан 5 болады. Алымы үлкені үлкен болады. Енді келесі тапсырма, бөлшектерді салыстыр. 7-ден 6, 7-ден 1. Бұл жерде 7-ден 6 үлкен. Келесі 10-нан 3, 10-нан 7. Алымы үлкені үлкен, сонда 10-нан 7 үлкен. Келесі 17-ден 13, 17-ден 4, 17-ден 13 үлкен. Келесі 12-ден 9, 12-ден 5, 12-ден 9 үлкен болады.
Келесі тапсырма бөлшектерді жазу өсу ретімен ә нұсқасында кему ретімен жазу керек. Ә нұсқасы өсу ретімен жазамыз. Бұл жерде ең кішісінен үлкеніне қарай жазып шығамыз. Бұл жерде алымы кішісі, ең кішісі болады. Сонда 9-дан 1, келесі үлкені 9-дан 3, келесі 9-дан 7 болады. Енді кему ретімен жазамыз. 9-дан 9, яғни ең үлкені осы болады. Алымы үлкені үлкен болады. Келесі кіші 9-дан 5, келесі 9-дан 2. Келесі тапсырма есепте тексер. Бұл жерде қарамен жазылғандар есептің шығарылуы көрсетілген, ал қызылмен көрсетілгендер олар бізде есепті тексергендегі жауаптары. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Қағаздан шаршы дөңгелек тіктөртбұрыш дайында. Бүктеу арқылы тең бөліктерге бөл. Бірнеше бірдей бөлікті боя, досыңнан бөлшекті жазуын сұра деп тұр. Қағаздан біз шаршы, осындай дөңгелек және тік төртбұрыш дайындаймыз. Енді бүктеу арқылы тең бөліктерге бөл деп тұр. Мысалы, осындай екі бөлікке бөлетін болсақ, бірнеше бірдей бөлікті боя деп тұр. Немесе, осындай 4 бөлікке бөлейік. Осының бір бөлігін ғана бояймыз. Демек, бұл жерде 4 бөлікке бөлінді. Бөліміне 4 жазамыз. Бір бөлігі боялды, сонда 1 деп жазамыз. Енді келесінде 1, 2, 3, 4, яғни осындай бөліктерге бөлсек болады. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлікке бөлінді. Демек, бөлімі 8. Енді оның 3 бөлігін бояп қояйық. Сонда 8-ден 3-ге тең болады боялған бөліктері. Енді келесінде осындай 6 бөлікке бөлінсін. Сонда бөлімі 6-ға тең болады. Одан 2 бөлігі боялған болсын. Сонда осы 6 бөліктің 2 бөлігі боялып тұр. Боялған бөлікті жазу үшін 6-дан 2 болады. Келесі тапсырма, егер бүгіннен кейін екінші күн жексенбі болса, алдыңғы күннен кейін аптаның қай күні болады? Жылдың неше айында 28 күн бар деп тұр. Енді бұл жерде бірінші апта күндерін жазып алайық. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі және жексенбі. Осы жексенбі күндері. Енді бүгіннен кейін екінші күн. Енді бүгінді жазамыз. Бүгіннен кейін екінші күн. Яғни, мына жерде бір күн, тағы екінші күні жексенбі деп тұр. Жексенбі. Алдыңғы күннен кейін аптаның қай күні болады? Енді алдыңғы күн дегеніміз бүгіннен 2 күн алдын. Демек, бұл бізде алдыңғы күн. Осыдан кейінгі күнді табуымыз керек. Енді жексенбі мына жерде болатын болса, жексенбіден алдын бізде сенбі бар. Демек, жұма дегеніміз ол бүгін болып тұр. Бүгін жұма болатын болса, екінші күн жексенбі, алдыңғы күніміз сәрсенбі болып тұр. Демек, бізде табу керегіміз бейсенбі. Ол бізде алдыңғы күннен кейінгі күн болып тұр. Бұл жерде жауабы бейсенбі. Енді жылдың неше айында 28 күн бар дейді. 28 күн, ол барлық айда 28 күн бар. Барлық айда. Яғни барлық айда 28 күн бар,
Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға, комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.